Мен жалпы бұған дейін дәл осы жағдай орын алмас бұрында мәлімдеме жасаған, жалпы мемлекеттік құпияға ие болған мемлекеттік қызметшілердің шетелге шығу мәселесін қатаңдату керек деп. Яғни зейнетке шыққаннан кейін де белгілі бір уақыт оларға шетелге шығуына мүлдем тыйым салу жағында қатаңдатуымыз қажет. Мемлекеттік құпия туралы бізде заң жоқ емес бар, бірақ ол сол заңның жекелеген нормаларын күшейту туралы жалпы өмірдің өзі қажет етіп отыр. Сонымен қатар өзге елдердің практикасынан көріп отырмыз. Мен енді осы күні кеше өзім тап болған жағдайды айтайын. Қытай елінен келуі тиіс біраз қонақтарымыз келе алмай қалды. Себебі аудандық деңгейде жерасты құбырларының білетін маман екен. Бар жоқ. Ол республикалық деңгейде ешқандай қызмет атқармаған адам. Тек қана сол үшін ол осы шығуға зейнетке шықса да, зейнетке шыққанда ондаған жыл өтсе де, Қытай елі шығуға рұқсат берген жоқ, мысалы үшін. Енді бұл мүмкін тым қатаң формасы шығар мүмкін, ал бірақ та көрші басқа да елдерде осы мемлекеттік құпияға ие болған азаматтардың шығуында кәдімгідей заңдық тұрғыда кедергілер бар. Енді бұл Назарбаевтың енді ол адам ғой, ол демалысқа барғысы келеді шетелге, сонда соған да шектеу қою мүмкін бе сонда, егер ұсыныстан? Енді өте маңызды мемлекеттік қызмет атқарған азаматтар осындай шектеулерді саналы түрде қабылдау керек та, алдын ала. Тиісінше кейін осыған көндігу керек. Әйтпесе ондай қызметке келмесін. Еліне, халқына өзін бір жағдай. Бұл жерде құрбандық туралы да әңгіме емес. Бұл жерде еліне, халқына адалдық қызмет атқарамын кездескен азамат ондай шектеулерді өз ерікті түрде қабылдайды деп ойлаймын. Бұл жай сөз бе, әлде парламент деңгейінде ұсынысты сіздер заңға енгізесіздер ме? Қандай заңға әзірге бұл талқылау деңгейінде ғана әңгіме. Келесі 2026 жылдың еншісіндегі мәселе.